Баршамызға қайырлы күн болсын, қыздар. Бүгін ең қарапайым накидка жасауды үйренеміз. Менің жасайтыным ересек адамның накидкасы, сондықтан да матаның енін толығыменен қалдырамыз. Және ұзындығы өзіңізге, накидканың ұзындығы қанша болу керек болса, сонша етіп ұзындығын кесіп аласыздар. Матаның шетінен тек кромкасын кесіп алып тастаймыз. Кромка деген матаның шеті. Оны кесіп алып тастаймыз. 4 жағын толығыменен оверлоктап шығамыз. Және үш жағын ішіне қарай қайырып строчка береміз. Және оны жақсылап үтіктеп аламыз. Енді бізде бір шеті ғана қалады, жоғарғы бөлігі. Жоғарғы бөлігі бұл мойыны. Бұны жасап шығу үшін мынандай жай ғана жолақтарды кесіп алып, бұл жолақтарымыздан мынандай ленталарды тігіп аламыз. Енді мойынын тігу үшін бізге 45 см резинка қажет болады. 45 см резинка бұл ересек адамның мойнына өте жақсы болады размері. Балаға жасайтын болсаңыздар, өздеріңіз сол жерден баланың мойнына өлшеп резинканы кесіп алсаңыздар болады. Енді мойынға резинканы қалай орналастырамыз? Былай қоямыз, матаның шетіне жеткізбей, жарты сантиметр жеткізбей, осы жерге закрепка береміз. Содан кейін ғана оны бүктеп астыға қарай тігетін боламыз. Міне резинкамызды матамыздың шетіне жеткізбей қоямыз. Жеткізбей осылай қойып алып, оған закрепка береміз. Закрепкамызды жасап алдық. Енді мына жолағымызды резинканың жанына былай сәл айқастырып қоямыз. Резинкамен айқастырып бүктейміз. Енді тағы да үстіне закрепка береміз. Енді резинкамыздың үстінен емес, жанынан тігіп шығамыз. Резинкамыз қысқа біздің матамызға қарағанда, сондықтан да резинканың ұзындығы уже бітті. Оны бері қарай тартып шығарып аламыз. Тартып шығарып, тігуді жалғастыра береміз. Тағы да тартамыз. Резинка қойғылыңыз келмесе, салған резинкаңыз жоқ болса, онда осы мына жолақты өте ұзын етіп тігіп алып, осы резинканың орнына жолақты жай ғана өткізіп шығып, екі басын байлай салсаңыз әбден болады. Резинкамыздың соңына дейін келіп қалдық. Екінші жағына закрепкамызды жасап алғанбыз. Енді жолағымызды дәл бірінші шетіндегіндей етіп қойып аламыз. Закрепка береміз. Накидкамыз дайын болды. Осындай накидка болып шығады. Егер дөңгелек накидка тіккілеріңіз келсе, оны дөңгелек етіп кесіп аласыздар. Тек тігу техникасы дәл осындай болады.